Закон KZ сайты үшін аты жөніңіз апа? Айзада Альменова. Айзада Альменова. Сіз кешегі болған жойқын жарылыстарды естідіңіз бе? Иә, сол сағат бір 6-7-лерде болу керек, бір тарс ете қалды. Сөйтіп бәрі бет қозғалып кетті да, мынау резко мынау не өшіп қалды, мына отключить етілді. Свет па? Анандай несімен. Кондиционер ма? Кондиционер мына төмен несімен. Ана жерін отключить, холодильнигін бәрі өшіп қалды. Салдыр ете қалды ана жақ. Ойла землетрясение болды ғой, мына потолоктар бүйтіп кетті. Ой, землетрясение далаға жүгіріп шықтық. Сөйтіп шықсақ, ана жақта түтін болып жатыр екен біріншісінде. Содан онша мән бермеді де, бірінші суретке түсіріп бала шағасы. Мен терезеден қарасам, ана жақтан бүйтіп тұрып бір кәдімгі бір бомба жарылғандай болды. Сол басталды, сөйтіп бір кезде анау бізде общий әкімшіліктің несі бар ғой жаңағы. Шаты ма? Шатында соған шықсақ, уже суретке түсіріп сөйтіп жатыр екен. Бірінші онша мән берген жоқпыз. Енді бірдеңке болғанша біреу заправка деді, біреу бірдеңке. Содан кейін бір кезде екіншісі басталды, тағы басталды. Шатыр-шүтір етіп бәрі есіміз шығып, жүгіріп мыняққа шықтық. Сөйтіп уже движение бастады, ойбай не болды, аяқты жарылып жатыр. Арыс сияқты болатын болды, ойбай енді жиналыңдар, анау-мынау есіміз шығып. Осы жерде отырдық пока. Сөйтіп ана шатты тыңдап сөйтіп отырмыз, өзім сол қаншада? 11-12-де не керек, бала шағам келіп. Қорқыныш болды ма сіздерде? Ой, қорықпағанда ше жүрегіміз ұшып кете жаздады ғой. Как раз немерем бар етін үлкен немерем. Сөйтіп не қылды? Салдыр ете қалды. Мен қаншасында білмеймін, сағат бір 9-дарда ма? Содан не керек? Қыздарым келіп алып кетті. Ішінге қарағанда. Сіздерді? Я сіз осы жерден алып кетті ғой магазиннен, не? Мен өзім Байзақта неде тұрамын ғой, Ровныйда тұрамын. Сол мама, бұл тез жабыңыз деп, сөйтіп бір кезде уже машиналар, бірдеңке адамдар көшіп жатыр, мыняқа, біреу былай көшіп жатыр. Бәріне қорқыныш үрей, ауылда былай айтқанда ешкім алмады. Содан кейін бір кезде чатта қарасақ, успокоить етіңдер, жаңа тишталыңдар деп жатыр енді. Сен енді тишталып отыра берейін десең, ана арысты естіп ағамыз, көріп ағамыз, сондай бәле бола ма деп, бір кезде тарс етіп тағы да кетті. Енді вообще жүрегіміз ұшып, бір кезде сартылдап терезе сынды, ол пұрып бүйтті, ойбай деді, есікті жаптық, ештеңеге қарамай, светтерін бәрін суырып, сосын ауылымызға кетіп барасақ, жүруге невозможно, Сарыкемермен, анау второй отделение, жүруге невозможно, 4 қатар болып ары қарай кетіп бара жатыр, мен өзімде түсіріп алғам, 4 қатар болып адамдар бір-біріне не бермейді, тек енді шоковый состояниедамыз, немереміз машинада еді, алып, оны тағы бір құдағиларымыз, ойбай не керек, не Жамбылда көшіп жатыр деген немерелерімізді сойға салып жібердік. Ойбай, өзіміз бірдеңке болсақ, солар аман болсын деп, олар аман келдіге қарай жібердік бір машинаны. Өзім жаңағы қыздарыммен мына жақта болып, күйеуім ана жақта жұмыс істейтін еді, аэродром жақ, ойықтында бастықтары келіп, олардың бәрі соны дайындалып, айналасын жаңағы несін, водовоздарын толтырып, айналаларына суғып, ойықта таң атқанша ұйықтамады. Біз де таң атқанша емес, 2:30-ға дейін болып, қайттан 2:30-да келдім. Түнгі ма? Шыдай алмадым, неқті не болып жатыр, бәрі мен арендада. Мародерство болған жоқ па неқті? Мародерство, ұрлық болған жоқ па? Жоқ, сондайды естідік та, өзім арендада отырғам. Сенген кім біледі енді мынандай жағдайда деп 2:30-да қайтадан келдім, 2:30-3-ке таман. Сөйтсем мына жерде солдаттар тұр екен, мынаяқта тұр екен солдаттар, қуанып қалдым. Ауылдың жастары жүр екен, бір-біріне көмектесіп, бірақ ауыл бүйтіп не қылып жатыр екен. Бәрі жүгіріп көмек көрсетіп жатыр екен, өзіміздің ауылдан енді жан жақтан да көмек келіп жатыр, ар жаққа барған жоқпыз. Сөйтіп не керек енді, мына келген адамдар ар бер жүр екен, ойбай сусындарын, нелерін тегін беріп, кішкене пішінемді беріп, әйтеуір мына жерде военныйларға, мына жерде военныйда балаларға апарып бердім, бүйтіп кішкене не қылыңдар енді деп, жаңағы сусын, олар алмаймыз дейді жаңағы, сөйтіп міне қолдарына алған жоқ. Әйтеуір сөйтіп көмегімді көрсетіп ашқамас. Тағы басқалар жүр. Военный адамдар келді мына жерде. Жорға жүріп, біреу жорға не қылып жатыр. Олар да әйтеуір сусын алып, темекісін алып кетіп жатыр. Енді масқара болды енді. Жүрегімізден жүрек қалған жоқ. Өзім давлением бар еді. Соның валерьянкамызды ішіп. Сізде терезе сынды ма? Менде терезе сынды. Мынау ар жақтағы потолок жаңа көрдіңіз ғой. Сол потолок түсті. Мынау қып-қызыл ақшаға істеткен, мынау аяқтағы потолоктар несі түсіп тұр енді. Ар жақтан, мынау тесілейін деп тұр енді.
өзім арендада тұрмын. Ана жердің не болған, ана жақта бағана кішкене бүйтіп істеп қойдық та болып кетеді ма деп. Түсінікті. Жаңағы даладағы неңізді жинаған, жесіп болғаныңызды көрсете аласыз ба? Жаңағы сынған осколкалар. Жоқ, жаңа жинап, мына жинап қойдық, сен порядкеге келейік. Жау шапқандай болмасын деп. Мына жерге жаңа арғы бергісімен стеклосын ар жақтағы отырып тамақ ішетін жақтарымыз. Соң кейін мына жақта мұны жаңағы төбе түсті ар жақтағы отыратын, демалатын жердегі. Өстіп үрейіміз ұшып, әлі қалтырап дірілдеп тұрмыз. Не болар, не қояр. Енді ол ана жақтан успокоить етіп жатыр ғой. Анау ұшпайды, мәселе ұшқанда емес қой, анандай сілкіністен, анандай ол жердің астынан жарылып жатыр ма, ішінен жарылып жатыр ма. Енді біз жасымыз келген адамбыз, біз де өліп қалсақ та біздің неміз емес қой, енді мейілдейміз ғой. Енді біздің де бала шағамыз бар, немерелеріміз бар. Тем более немерелерім қасымда еді. Бәрі қорқып үрейіміз ұшып, өзіміз енді 60-ға келдік қой. Жаманды жақсы қорқып, әлі стресс болып, успокоить етемей тұрмыз. Рахмет. Сіз бұл Байзақ ауылы, Байзақ ауданы, Байзақ ауылы. Байзақ ауылы. Рахмет сізге. Көп.